достар, Хадиша театрының көрермендері, бүгін бізде кейіпкер бағдарламасында актриса мәдениет саласының үздігі Холлан Аспендиярқызымен сұхбаттасамыз. Кеттік. Сәлеметсіз бе, Холлан апай? Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Бүгінгі сұраққа дайынсыз ба? Бұйырса. Онда бірінші сұрақ, сіздің таңыңыз қалай атты? Менің бүгінгі таңым әдеттегідей аман есен, дін аман, ұйқыдан тұрып, бала шағамның, отбасымның амандығын көріп, жұмысқа келіп, әріптестеріммен жүздесіп, жұмысқа кірісіп отырған жайым бар. Аллаға шүкір. Жайма шуақ, жақсы күннің бірі. Өте тамаша. Сіздің күніңіз жоспарлана ма, әлде ағыммен жүресіз бе? Енді ана бір бизнесмендер сияқты тайм менеджмент құрамын деп айтпағанмен де, бұлай енді кішігірім жоспармен өмір сүреміз, ағыммен ілесіп кетпей. Бірақ енді өнер адамы болғаннан кейін біздің расписанияларымыз күн кестелер өзгеріп жататын жағдайлар болады. Бала күнімде тетелес Анжела деген апам бар, екеуміз ойнаймыз. Біресе мұғалім болып ойнаймыз, біресе сатушы болып ойнаймыз, біресе әнші болып ән айтамыз. Ата-анамызға деген есіктің жаппасы болатын. Екі бөлменің ортасында есіктің жаппасы, ол кездерде есікке жаппасы дейтін еді ғой. Соны сахнаның жаңағы шымылдығы қылып концерт қоятынбыз. Ол үлкендігім пайдаланып, мен Роза Рымбаевамын, сен Нағима Есқалиевасың дейді. Соны айтқан орындайым. Мен Алла Пугачевамын, сен София Ротарусың дейді. Сөйтіп талай концерт қойып, мектептегі жаңа үйренген өлеңдерімізді, әндерімізді, билерімізді ата-анамызға көрсетіп, әртістік құратынбыз. Енді сол армандар, орыстар айтады ғой, мысли материализуется деп, орысша сөз бар ғой сондай. Қазақшасын дәл айта алмағасын, орысшасын айтып жатырмын, кешірім өтінемін. Бірінші жыл мектеп бітіріп оқуға келгенде оқуға түсе алмай қалдым. Сол бір жылым босқа кетпесін деп мен сатушылықты оқып алған, сатушылық мамандығым бар. Бір 2 айдай әкем ауылда, ол кезінде 92-ші жылдар ғой, дүкендер жасап тұрды, ол кезде үкімет әлі де тарай қойған жоқ. Жаңағы азық-түлік дүкені бөлек, шаруашылық тауары бөлек, аяқ киімді сататын дүкен бөлек деген сияқты. Соның барлығында практика жаңағы тәжірибеден өтіп, кішкентай кезімде үлкен шоттар, ағаш соттар болды біздің бала кезімізде. Соны тарс сатушыларға қызығатын, сол арманым орындалып, кәдімгі шоттарменен, ол кезде деревянный орыстың ақшасы миллиондарды есептеп. А как тут понять, где десятки, где рубли? 363,60. Холлан апа, бүгінгі спектакльге қандай киім таңдайсыз? Бүгінгі қойылым күтпеген қайырымдылық, Шедренің қойылымы, драматургиясы. Бұнда мен Маривон Дюпренің рөлін сомдаймын. Соның киімін қазір таңдап алып кетем. Осы жерде тұрғанның барлығы осы спектакльге қатысатын адамдардың киімі. Бұл киімдердің барлығын біздерге жаңағы тігін цехтағы қыздар әкеліп береді өзіміздің бөлмемізге. Мынау мысалы үшін менің бүгінгі қойылымға киетін киімім. Кеттік. Негізі бұл костюм жағынан сұхбатты біздер бөлек бағдарлама түсіреміз, сол кезде сіздерге толығырақ түсіндіреміз. Ал қазір кеттік. Таңдаған менен жеке өмірде де сырып тастауға болмайды, әрине. Өзімнің отбасым болғандан кейін, ағайын туғым болғандан кейін барлығына да үлгеру керек. Бір ұл, бір қызым бар. Енді мен еңбек етіп жатырмын деп балаларымды тәрбиелемей, оларға көңіл бөлмей қалсам, оларға тәрбиесіз қандай болады енді. Сондықтан да барлығына да үлгеру керек, өнер адамы болғанмен де.
үйге де, жеке басқа да, баланың тәрбиесіне де, жұмысқа да. Солай есептеймін. Иә, рахмет. Дәл қазір сізге кинодан бір жақсы рөл берсе, киноға кетіп қалар едіңіз? Кетіп қалу? Енді егер кетіп қалу дегенде кетіп қала қоймаспын, бірақ егер сондай жақсы қойылымға, жақсы киноға, жақсы рөлге шақырса, барам, неге бармасқа. Бірақ енді мүлдем театрда тастап мен киноға кетіп қаламын деп айта алмаймын, себебі мен осы өзіміздің қаладағы Аманат Арзағалиевтің жаңа қысқа метражды кинолар түсіреді ғой. Сол баланың жаңағы бір жұмысында ойнаған кішігірім рөл. Әйтпесе мен үлкен жаңағы режиссерлармен жұмыс істеп, киноға түсіп көрген жоқпын, ондай тәжірибем жоқ. Яғни сіз кино емес, театрға жақын адам екенсіз. Иә, театр ол менің енді нан тауып отырған негізгі жұмысым осы. Осы кезге дейін қанша қойылымдарда рөл ойнадыңыз? 50-ге жуық қойылымда рөлдер сомдаппын. Оның ішінде басты рөлдер бар, ортаңғы рөлдер бар, кішігірім рөлдер, эпизодтық, көпшілік сахналар, оны қоспағанда. Ертегілер бар деген сияқты. Ал енді грим бөлмесіне барып грим саламын, соны бөлмеге барайын. Қыз баласына негізі өнер жолы қиын деп жатамыз. Сол қаншалықты рас? Қиын екені қиын әрине. Өнер адамы болу үшін біріншіден қайсарлық керек, төзімділік керек деп есептеймін. Сосын жаңағы актрисалар болғаннан кейін актерлік шеберлік керек, ізденімпаздық керек, білім керек, еңбек. Қазақ көру керек, 3 спектакльға кетсеңіз. Енді қазақ болғаннан кейін қазақ әркім өзінің тегін білу керек, сондықтан да өзінің тарихын білу керек, шыққан тегін білу керек, тарихи қойылымдарды көру керек деп есептеймін міндетті түрде. Сосын қазақи жаңа эпостар, қазақы Қыз жібек сияқты қойылымдарды көру керек міндетті түрде деп есептеймін, классиканы. Сосын жаңағы қазіргі заманауи қойылымдарды да көру керек, себебі ағымнан қалмау керек. Жалпы қай қойылымды да көру керек қой, әрбір қойылымның өзінің айтатын ойы бар, айтары бар, сондықтан да тектен-тек еш нәрсе де қойылмайды. Театр ол өмірдің айнасы, аспаннан еш нәрсе алынып отырған жоқ, осы өмірдегі барлық болып отырған құбылыстарды сахнадан біз көрсетеміз. Қобалжу болады, қорқыныш деп айтпай ақ қояйын, қобалжу болады. Театрда сіз партнерсіз жұмыс істей алмайсыз. Ешқандай актрисаларда, актерларда партнермен, әрине ол топтық жұмыс, актер деген сіздің өзіңізге ұнайтын ыңғайлы партнеріңіз кім осы театрда? Кіммен жұмыс істеу ыңғайлы? Сахнада кіммен жеңіл сезінесіз? Кәсіби шебер актермен рөл ойнау, рөл сомдау, партнер болу, ол өте оңай және қызықты болады. Сосын күтпеген жерден тосыннан жаңағы бір нәрсе ойлап табады деген сияқты партнерларынан үйренетініңде болады. Бір нәрсе аласың партнерларынан да. Құдайға шүкір, біздің театрда тәжірибелі ондай жақсы серіктестер, партнерлар көп. Анау білмей ақ қойын. Жастардың ішінде де бар жақсылар. Жас болса да, кәдімгі елпілдеп сені түсініп, айтқаныңды бұлжытпай қабылдап, ары қарай қызығушылығы оянып, былай істесек қалай болады, былай істесек қалай болады деп өз ойларын ортаға бөліп, жаңағы салып ортаға салып. Солай қызығушылықпен, құлшыныспен жасайтын жастар да бар, мысалы үшін. Енді ол тәжірибелі актерлар енді баяғыдан келе жатырған өзімнің партнерларым, әріптестерім олар енді әрине ыстық қой, родной деймін. Иә. Ербол, Елмира, Мұсағали,
Боранбай мысалы үшін кетіп қалып, Бибігүл, Нұргүл, Жанаргүл қай-қайсысы да. Гүлжан апа, Бақытгүл, енді айырып алатын жоқ. Қорлан 10 жылдан кейін кім? Міне, Қорлан 10 жылдан кейін осындай болады.